Саламатсыздар. Бүгін мені сағат 13-тен 10 минут кетті. 30 наурыз бәйдүйшембі. Бүгінде сол өзім әңгімемді жалғастырайын дедім. Мен маған енді өзімнің жеке чатымда звондап ақыл айтатындар, ақылдық айтады деймін ба, замечание жасайтындар өте көп. Оларға рахмет. Ең бастысы бар, тек қана сонымен айналысады. Кезден бар, өзімнің отбасымда маған жаңағы ұрсатын адамдар бар, шынын айту керек. Сондықтан енді әр нәрсені, көп нәрсені мен енді алмаймын. Микрофон ал, ой, бүйт, сүйт, тік отыр, қимылдама деген әңгімелер маған өтпейді. Менің басты әңгімем ол енді жаңағы біреуге бір сөзім болса да пайдасы тиіп, әйтеуір мен заңды толковать ете алмаймын, уполномоченный орган емеспін, заңгер емеспін, сен адвокат сен қорғаймын. Менің оны емес, менікі направление беру, направление, бағыт беру адамға. Енді бүгін мен еңбек шарты. Жалпы адам жұмысқа тұрған кезде еңбек шарты жасалады. Еңбек шарты дегеніміз ол жаңағы қағазға түсірілген келісім шарт қой. Жұмысшы не істейді, жұмыс беруші не істейді. Жұмысшының, жұмыс істеудің несі барлығы айтылады оның. Сол жерде. Одан басқа енді қызметкерлер болса, ИТР болса, должностной инструкция деген болады. Лауазымдық міндеттері. Лауазымдық міндеттерінде айтылады. Ең бірінші, мен өзім тәжірибемнен айтып отырмын. Ең бірінші, егер де сізді жұмыстан, біз енді белгілі ғой ол дейді. Жұмысқа тұратын кезде, жұмысқа тұрған кезде 2-3 парақ жазылған еңбек шартын оқымаймыз. Кейбіреулер тіпті өмірінде оқымай кетеді оны. Еңбек шартында не жазылғанын көрмей кетеді. Ұжымдық еңбек шарты бұлай тұрсын, өзінің жеке еңбек шартында көрмей кетеді. Өйткені оған қажет шамалы жұмысын істеді, айлығын алды, бәрі дұрыс. Нәпақасын алды, отбасын асырады, дұрыс. Оған оның өзірдеген оқып, әр абзасын, әр нені жаттау мақсат емес. Міндетті емес ол. Сен қол қоясың оған, қол қойдың. Енді сеніменен бір нәрсе болып қалса, сені жұмыстан шығаратын болса, шығарып жіберсе, сол кезде сен еңбек шартыңды қарайсың. Болмаса сен жаңағы еңбек инспекциясына шағымдансаң, мені мынандай үшін жазалады. Болмаса жұмыстан шығарып жіберді. Болмаса айлығымнан ұстап қалды десең, ең бірінші кім болса ол болсын. Тексеруші, еңбек инспекциясы бола ма, прокурор бола ма, сот бола ма, ең бірінші еңбек шартын сұрайды. Еңбек шартын көреді. Еңбек шартында жаңағы міндеттердің бәрін оқиды. Таныстың ба, таныстың. Еңбек шарты бар ма? Бар. Кейбір кіші мекемелер еңбек шартында жасаспайды ғой. Еңбек шартында жасаспайды. Кейбіреулер қол қойдырып алады, ол өтірік емес. Несін қоймайды, датасын. Кейбіреулер тіпті еңбек шартын жасасып жатқан кезде сізден арыз жаздырып алады. Менің отбасы жағдайыма байланысты жұмыстан шығаруыңызды өтінемін деп. Бірақ та число қойылмайды. Кейін сіз ұнамай қалған кезде соған число қояды да шығарып жібереді. Сіз әрине еңбек инспекциясына барасыз, болмаса басқа жаққа, сотқа бересіз, прокурорға бересіз. Ана арызыңыз тұр.
Сонымен қойш дейсіз да қоясыз. Ешкімде сізді оны ары қарай қазып, оны нетпейді. Мысалы, еңбек инспекциясы қарамаса, согласительный комиссия қарамаса, онда сотта қабылдамауы мүмкін арызыңызды. Прокурор да қабылдамауы мүмкін. Өйткені оның әркім деген ол көп жағдай ғой. Соған байланысты еңбек шартын жасастыңыз ба, оның бір данасы сізге беріледі. Соны алып, үйге барып оқисыз, оқыңыз. Болмаса әйеліңізге оқытыңыз, өзіңіз оқи алмасаңыз. Болмаса балаларға оқытыңыз. Ол сәл де болса сізде саңлау болады. Мен не істеймін деген әңгімеде. Қойшы сонды тастай саған, болмаса үйге кіргенше жоғалтып қойғанда ол болмайды. Оның еңбек шартында жұмысқа сізді алды, көрсетілді. Еңбек шартында жаңағы не дейді? 3 айға испытательный срок жазылады. Көбінде жазылады, жазылу керек те шығар ол. Ол міндетті түрде жазылады, менің ойымша. Жазылды. Сіз 3 айдан 1 күн ассаңыз, демек сіз жаңағы уақыттан өттіңіз. Испытательный сроктан. Енді сіздің еңбек шартыңыз 1 жылға жасалды. 1 жылға. Өзі 1 жылға жасалады өзі. 1 жылда 1 күн өтеді. Болды. Өмір бойы. Ол негіз жоқ. Сұрағы жоқ. Болды. Кейіннен жаңағы лауазымыңыз өзгеріп жатса, басқа жағдайлар болып жатса, айлығыңыз көтеріліп жатса, сондай жағдайда мүмкін еңбек шартына өзгерістер мен толықтырулар енгізеді. Міндетті түрде бұрынғы еңбек шартына деп онда жазылады. Оған тағы да қол қоюға міндеттісіз. Сонымен жұмысқа тұрдыңыз, 3 айдан аман есен өттіңіз. Одан жаңағы 1 жылын аман есен өттіңіз. Енді сіз толыққанды сол мекеменің жұмыскерісіз. Жұмысыңызды жасап жаттыңыз. Bir күні сізді жұмыстан шығарып жіберді. Сіз енді өзгертіңізбен шықпағаннан кейін жұмыс берушінің талабымен сіз жұмыстан шығарды. Бұл жерде трудовой еңбек кодексінің ерекшеліктері дейді. Жұмыстан шығару үшін ерекшелігі сол еңбек кодексінде көрсетілген жаңағы баптарменен, соның тармағыменен, тармақшасымен шығару керек. Сенің түрің жаман, маған ұнамайды деп жұмыстан шығаруға болмайды. Тіпті жұмыста төбелессеңіз, ол үшін жұмыстан шығармайды. Төбелессеңіз. Бірақ та ол уголовный дело. Соттап жібереді. Соттың несі келеді, пожалуйста, сізді оның кейін жұмыстан шығарады. Еңбек даулары деген өте көп болады. Енді көбімен келіседі, көбімен келіспейді. Мысалы, сіз мектепте мұғалімсіз. Сабаққа кешігіп қалдыңыз. 1 сағат, 15 минут, жарты сағат. Сіз әрине жұмысқа сізге шара қолданады. Жұмысқа кешіккеніңіз үшін. Болмаса бір жерде дәрігерсіз. Жұмысқа кешіктіңіз. Сізге шара қолданады. Ал енді 3 сағат жұмыста болмасаңыз, сізді жұмыстан шығаруға жұмыс беруші құқылы.
Ал енді мен айтады, біреулер айтады, мен дейді, соткамның несі өшіп қалды, кешігетімді айта алмай қалдым дейді. Кешіріңіз, кешіруге тиісті емессіз. Өйткені еңбек шартында сіз жаздыңыз, мен кешікпеймін деп. Енді мынандай жағдайлар болады. Вақтовый метод работы болады. Вақтылық әдіспенен жұмыс істейді. Мысалы, сіз созақта жұмыс істейсіз, мен сияқты вақтада. Созақта. Бірақ үйіңіз Түркістанда, болмаса Қызылордада. Ал енді сізді вақтыға алып баратын автобус міндет Шымкенттегі темір жол бекетінен жүреді. Созаққа қарай. Сол вақта ауысатын күні сағат 8-де, таңертеңгі болмаса 9-да темір жол бекетінен жүреді. Болмаса Айна базарынан жүреді дейік, жарайды енді. Шымкенттен. А сіз Түркістанда тұрасыз. Жұмыс берушінің талабы бойынша сіз жаңағы жиналатын жерден жұмыс орнына баруға, сол автобуспен баруға тиіссіз. Жеке машинеңізді пайдалануға, болмаса басқа бір попутныймен, таксимен баруға болмайды. Өйткені жолда сіз бір нәрсеге ұшырасаңыз, жұмыс беруші жауап береді. Не істеу керек? Түркістаннан Шымкентке бару керек, Шымкенттен қайтып Созаққа келу керек. Енді жерде бір жақын жол бар, Кентау мен Ащысаймен аласында Созаққа бара саласың, жаңағы жұмыс істейтін жеріне. Жақын Ащысайдан өтсең бұл, ана жерде сенің рөлің тұр, пожалуйста. Қалай болады сонда? Менің пайымымша, жұмыскер бастығына жұмыс берушіге арыз жазу керек. Мен Түркістанға тұрамын, анаяқа барып, мынаяқа келгенше пәлен уақытым кетеді. Маған өзімнің машинемен жұмысқа келуге рұқсат беруіңізді сұраймын дейсіз. Егер де жұмыс беруші жоқ, бар, Шымкенттен келесің, сен Ащысайда бірлерге көрініп қалсам, подъемнан қардан өтемей қалсам, мен жауап бермеймін дейді. Не істейсіз? Барасыз Шымкентке. Шымкентке дейін пойызбен барасыз, пойызыңызды жұмыс берушіңіз төлейді, автобуспен мінесіз, қайтасыз, қайтарда қайттан рудниктен отырасыз автобусқа, Шымкентке вокзалға апарады, ары қарай пойызбенен жаңағы Түркістаныңызға барасыз, жұмыс беруші жол кіріңізді төлейді. Менің пайымымша бұдан қалай шығуға болады енді? Жұмыс беруші өзінің жұмыскеріне қарсы шықпаса болады деп ойлаймын. Көп нәрселер жұмыс еңбек кодексінде жазылады. Кеше де айттым. Жұмыс берушінің актілеріменен реттеледі дейді. Жұмыс берушінің актісі деген не? Акт работодателя деп қойды орысша. Демек, жұмыс беруші сіздің арызыңызды алып, дұрыс. Ол жазады ғой енді. Мен жұмыс берушінің көлігінен келе жоқ маған. Өз көлігімен келуге рұқсат бер деп жазған кезде, өз көлігімен беруге рұқсат береді. Демек, сіз жолда бірдеңеге ұшырасаңыз, сіз жауап бермейсіз. Ол жұмыс беруші жауап бермейді. Сіз өзіңіз жауап бересіз. Сіз мойныңызға алып тұрсыз. Ал енді ертең келіп алып, мен машинам жолда бұзылып қалып, жұмысқа кешіктім дедім ба, сен құртады. Ондай болмайды. Жауапкершіліктен шыға білу керек. Көп жаңағы трудовой договорды оқу керек. Міндетті түрде қайталап айтам,
сол жерде оқысаңға ұяламыз біз, бәріміз сондай адамдармыз ғой. Оны үйге барып оқу керек, жақсылап оқу керек. Мынандай оқиғалар болады. Мысалы, жаңағы рудникте жұмыс істеді адам. Аттестация рабочих мест деген бар. Ол да бір раздел. Автор работодатель өзі бір раздел, четко жазылған. Мен оны дайындалып, мына статья бойынша, мына пункт бойынша деп айтпаймын. Себебі оның маған қажеті жоқ. Егер қажет болса, мен тауып аламын оны. Бірақ трудовой кодексте солай бар. Аттестованный лицензиясы бар, анаусы бар. Жаңағы мекеме келіп сіздің жұмыс орныңызды аттестациядан өткізеді. Мына жерде дейді зиян, мына жерде зиян жоқ, мына жерде мынандай деген айтады. Бәрін жазады мамандар. Содан кейін мынандай мамандарға сүт беру керек дейді. Соныменен мынаған киім беру керек дейді. Соныменен сізге еңбек кодексінде ол жазылған, сүт немесе соның орнын айырбастайтын затпен береді. Деньгами деген болмайды. Айран береді, творог береді, сгущенный сүт береді. Әйтеуір ол сүтті алмастыратын нәрсені сізге беруге тиісті. Егерде жаңағы сіздің жұмыс орныңыз зиянды болса. Ал енді сүтті сіз күніге сізге беріп тұру керек. Күнде. Сіз күніге оны қабылдап алып тұрасыз. Ал енді сүт берді, жақсы. Менің уақыттан бітеді. Мен жаңағы күніге положено қанша? 0,5 литр ме? Сонда жаңағы 28 күн уақытыда болдым. Демек маған 14 литр сүт береді. 14 литр сүтімді немесе айранымды алып, үйге алып кетемін. Бала шағама беремін. Жарайды, жақсы. Алып кел. Ертең оған жаңағы жұмыс беруші де не емес, күніге бермей жаңағы бір рет береді. Соң журналға қол қояды, міне маған берді дейді. Инспектор келеді, сүт беріп жатыр ма? Беріп жатыр. Киім берді ма? Берді. Ой, молодец, жақсы дейді. Ал енді сіз, мен сияқты работник болады ғой, мысалы, мен сияқты работник болады. Содан кейін жаңағы маған сүт береді. Мен сүтті үйіме алып кетемін. 14 литр сүтімді 28 күнге үйіме алып кетемін. Үйіме барып, менің әйелім оған шай қатып ішеді. Шайға қатып ішеді. Жақсы? Содан кейін неден кейін пенсияға шығамын. Пенсияға шыққаннан кейін мен асқазаным ауырады. Асқазаным ауырғаннан кейін мен айтамын, маған пәлен жерде, степнойда, рудникте істегенінде Таукентте маған сүт берген жоқ. Сол сүт ішпегендіктен, өйткені менен врач сұрайды, сен қайда жұмыс істедің? Ой, мен сол жақта осындай рудник істедім. Саған сүт берді ма? Сүт берді, сен не қылып іштің ба? Үйге алып кеттім, ішкен жоқпын. Ой, сен соның несіне мынау? Асқазаның ауырып жатыр екен. Содан кейін енді мен әйелім айтады маған, ойбай арыз жазады ағат, саған күніге сүт беру керек екен дейді. Содан мен сотқа беремін мекемені. Маған күнделікті сүт бермегендіктен мен асқазаным ауырды, мынау емделуге кеткен 25 мың ақшаны маған жұмыс беруші, бұрынғы жұмыс беруші төлесін деймін. Содан сіз сотқа келесіз. Сот айтады, сүт берді ме дейді. Сіз айтасыз, работодатель айтады, бердім дейді. Бұл үйді алып кетті. Кәні көрсет. Журнал бір-ақ күнде қол қойған. Демек, жұмыс беруші кінәлі.
сот решение шығарады, 25 мың ақшаны ананың несін төлейсіз. Әрине бұның енді мен осындай нәрсені көргеннен кейін айтып тұрмын сіздерге. Сіз сонда өзіңіз жұмыскер кінәлі болып тұрып, басқа біреуге кінәсін аударуы да мүмкін. Сондықтан әр нәрсе өз орнымен болған дұрыс қой. Киім береді, арнайы киім. Жаңағы ач киім береді, маска киіп жүр дейді, урудниктің ішінде жарылыс болғанда құлағың қатып қалады, мынаны киіп ал дейді. Ал оның бәрін мен кимеймін да. Кимеймін. Анау деймін, мынау деймін, осыны кимеймін. Кейін жаңа құлағым керем болып қалса, тағы да бастаймын. Сондықтан міндетті түрде қадағалау болу керек. Киім туралы, киімде жаңағы мен еңбек кодексінде жұмыскердің құқы менен міндеттері кәдімгі ақ пен қарадай жазылған ол жерде. Ақ қағазға сиямен жазғандай жазылған міндеттері. Сіз жұмыс берушінің берген киімін киюге тиістісіз. Болды. Енді Құдай сақтасын, бәрімізде аман болғанымызды қалаймыз. Сіз жаңағы жұмыс берушінің киімі, жұмыс беруші берген киім сізге ұнамайды. Ұнамайды. Сіз аласыз да базардан, болмаса размері сәл келмей қалды, сіз ана портнихаға барасыз да, тура сондай материалдан, одан мықты материалдан, өрт қауіпсіздігіне жаңағы төзімді сапасы ана жұмыс берушінің берген киімінен жақсы матадан тіктіріп алдыңыз өзіңізге. Жарайды, жақсы келдіңіз. Сіз жазатайым оқиғаға сұрадыңыз. Инспектор келеді, мысалы спецрасследование болса, инспектор келеді, комиссия келеді, суретке түсіреді, бәрінен опрос жасайды, түріңізді көреді, не киді, не кимеді, нәски ақ мекен, қара мекен деген сияқты қарайды. Сол кезде, мынау киімі басқа ғой. Болды. Кім кінәлі? Жұмыскер өзі кінәлі. Өзі кінәлі жұмыскердің, ал жұмыс беруші үшін. Барлық жұмыс беруші, Қазақмыс болсын, Арселор болсын, кім болса ол болсын, Қазмұнайгазың болсын, барлығы, мектеп болсын, аурухана болсын, жазатайым оқиға болған кезде жұмысшыны кінәлі қылуға тырысады. Менің практикамда ондайды мен ондан басқасын көрген жоқпын. Барлығы сондай. Енді ол жерде не қылып, енді ол мен жоқ, мынаған біз бүйтейік, сөйтейік деп не қылмайды. Жұмысшыны кінәлі қылуға тырысады. Өйткені оның бәрі де зафиксируется. Ол кейін мысалы шетелдерде сондай жазатайым оқиға алса, жаңағы акциясының құны түсіп кетеді деген әңгімелерді естиміз. Ол да қиын нәрсе. Сондықтан жаңағы страховой компаниялар ертең семен жұмыс істемей отыр. Страховой компанияңда ол жұмыс беруге құқылы болады. Оған ақша төлеу. Зачем? Ақша төлеу. Сондықтан сіз кінәлі боласыз. Хотя сіздің киіміңіз жұмыс берушінің берген киімінен жақсы. Енді осының бәрін сіз трудовой договорды оқымайынша түсінбейсіз. Сізге бәрі болады, мен мына киіп алдым, бұлай жүрді, мына бәтіңкені киіп алдым, мына етікті киіп алдым. Ертең жаңағыдай болған кезде әке-шешелеріңіз бар, отбасыларыңыз бар, жаңағыдай. Бұлай қарасаңыз ол
айда шүйде нәрсе, бірақ та сіздің тағдырыңыз шешіп кетеді. Сіздің тағдырыңыз шешіп кетеді. Жұмыс берушінің киімін кимеді, сүтін ішпеді, ұжымдық қауіпсіздік, сіз деп қоямыз ғой, средства индивидуальной защиты дейді, содан кейін средства коллективной защиты дейді. Оны қолданбады. Бұл сіз кінәлісіз. Кейінгі кезде анау біз қауіпсіздік мәдениеті дейміз, соның саласында қазір полицейский аудит безопасности деген жазамыз. Сол жерде терминдері бар, жаңағы опасный действие, опасный условия деген. Соның бәрі жаңағы мен оған басқа темада бір күн арнаймын мен қауіпсіздік мәдениетіне. Соның алғашқы қарлығаштары ғой. Но негізгі заң біздің еңбек кодексі. Еңбек кодексіне сәйкес жасалған еңбек шарты. Бітті. Болды. Еңбек шарты бұздыңыз ба? Сіз кінәлісіз. Егерде сізді еңбек шартынан бөлек жұмысқа жеккен болса, бөлек жаққа жұмсаған болса, онда сіздің жаңағы бастығыңыз кінәлі. Негізі бәріміздің жұмыс берушінің де, бастығымыздың да, жұмыскердің де бәрінің міндеті қауіпсіз, тыныш, аман есен жұмыс істеу. Көп деген жаңағы бұлай талас тудыратын мәселелер бар. Мысалы менде көп болды жаңағы дәрігерлер, мұғалімдер, басқа бір құрылысшылар, қауіпті объектілерді айтпағаның өзінде. Бір алыстағы, ауылдағы мектептің қатшысы ма, сөйірді канцелярияның жұмысшысы ма, мен штаттарын ұмытып қалдым, мен әйтеуір мұғалім емес. Сол кісіні ауданға оқу бөліміне не деп жібереді ғой? Бір қағазды апарып берді. Ол барады, таксимен барады, осы автобус жүрмей қалған заман ғой. Сөйтеді барады, ауданның орталығынан пәленбай километр жерде тұрады. Содан ауданның орталығына базарға барады. Енді қағазды апарып берді, кешке дейін үйіне жету керек, базарға барады. Базардың жанында олар сүрмесе қарап. Базардың жанында. Сөйтсе мектептің директоры айтады, мен дейді, мен оны базарға жіберген жоқпын дейді. Анаяққа жіберген дейді, оқу бөліміне. Ауданның орталығының оқу бөлімі бір шетінде, базар бір шетінде. Ал көр енді. Ол өзімен өзі кетті дейді. Ол мәшине болса мейлі, отклонение от маршрута, анау мынау деп. Анау өзі жас келіншек. Соны енді мен кінәлі емеспін дейді ғой. Мектеп, района. Сөйме айтам, ол вечерге кеткен жоқ қой. Сенің жұмысыңмен кетті ғой деп. Жұмыс берушіні кінәлі қылады. Ананын ақтап алам ананы. Алайын деді бір, көйлек алайын деген соң мен әлем біледі базарға барғанда. Бірақ та ол ауданның орталығына сенің тапсырмамен барды. Ал сен мен сияқты инспектор саған кездесе бермейді. Кездесе бермейді. Айтады, болды дейді. Неменеге жүрсің базарда, өзің кінәлісің дейді. Болды, сонымен жабылды, үйіңе барып жылап шықты, ауылыңнан оқып бір қаласың. Ол әрбір инспектор сенің жағдайыңа кіріспейді. Міне еңбек шартын, должностной инструкциясын әрбір маман, жұмысшы жаттап алу керек. Оқып алу керек та, оқу керек. Бәрін білу керек. Керек жоқ кезде
айту керек, бұл менің еңбек шартымда, должностной инструкциямда бұл жоқ нәрсе. Басеке, сіз қателесесіз, онда маған письмені беріңіз. Письмені. Мені мынау деп. Жаңағы мен жаңағы қатшы ма, немене біле, канцелярияның жұмысшысы ма? Сол кісі, сонда оның жұмыс орны жаңа мектепте деп есептеледі. Көрдіңіз бе қалай? Ол жұмыс орнынан ойбай ауданға кетті, базарға барып авария түсті дейді. Но оны жұмсады ғой. Мынаны срочно районға апарып бер деді. Ол барды, жолда мәшін. Ол жұмысты бітірді, қайтып келе жатқанда, базардан бірдеңке алайын дегенде ауылында жоқ нәрсе. Сол кезде аварияға ұшырады. Ал ойлана беріңіз. Сондай кезде айту керек, мен осылай деп. Ол әрине ол ана жаңағы қауіпті өндірістік объектілерден әрі допуск деген болады. Мынау жаңағыдай жұмыстарда мектеп, аурухана, болмаса басқа бір жұмыскерлер, тіпті сіз мемлекеттік қызметте істейсіз, ертең жазатайым оқиғаға ұшырасаңыз, оны инспекция тұруда тергеп тексереді ең бірінші. Мемлекеттік қызмет туралы заңда ондай тексеріп, тергеп, тексерсін, мынау бүйтсін, сөйтсін деген тармақтары, баптары жоқ. Кейінгі 10 жылда кіріп кетпесе. Мен бұрынғы 10 жыл болды менің жұмыс істемегеніме мемлекеттік қызметкерде. Еңбек инспекциясында. Соған байланысты мен 10 жылда асып кетті, бірақ сонымен айналысып жүргеннен кейін айтайын дегенім. Өте бір бұл бір жағынан оңай, бір жағынан күрделі еңбек кодексі. Әрине көпшілік анау деп айта береді. Мен өзімнің білгендерімді айтып жатырмын ғой енді. Осы білгенімнен ойлаймын, біреулерге бір пайда болса жақсы деп. Ең болмағанда пайдасы құрсын, не берсен, бағыт берсен, дұрыс болады деп ойлаймын. Осындай жағдай. Мен мынаны Фейсбугымда прямой эфирде отырмын. Неге салам? Міне еңбек шартының айналасындағы азғантай нәрсені айттым сіздерге. Азғантай нәрсені. Міндеттеріменен құқықтарын. Құқықтарын өздеріңіз білесіздер ғой. Бізде былай ғой, бізде құқықты білеміз де, міндеттерді ұмытып қаламыз да, міндеттерді. Үйімізде де сондаймыз. Құқығымызды білеміз, міндетімізді ұмытып қаламыз. Ең бірінші міндеттеріңді қарау керек. Мен неге міндеттімін? Оның үйім барып, құқықтарını қарайсың, сол кезде көзің аз да болса ашылады. Қазір енді оңай ғой бәрі енді. Компьютерде бар, телефонда бар, GPT-ларыңыз бар, Google туысқандарыңыз бар, бәрі бар. Солармен қабаттасып, мен де бірдеңке пайдамда тигізсем деп сіздермен ойлап жүрмін. Жақсы жігіттер, әріптестер, достар, рахмет. Ертең Құда қаласа бірден 10 минут кеткен кезде шығамын. Мен түс көрініс кезінде егер біреулерге бір жалпы мен таратып айтып қойсаңдар, шошы халық көрген дұрыс қой. Гуглдан сұрағанда Google сіздерге бүйтіп түсіндіріп жалпақ тілмен айтпайды. GPT-іңізді айтпайды. Жаңағы жасанды интеллект тұсқаныңызды айтпайды. Осылай жағдай. Сау болыңыздар, ертең сағат 1-ден 10 минут кеткенде түсте сейсенбі күні аман есен эфирде кездескенше.
Жақсы.